Қазақстанда коронавирустың таралуы бойынша Жамбыл облысы мен Шымкент қаласы қызыл аймаққа өтті. 3 мамырдағы мәлімет бойынша қазір қызыл аймақта Нұр Сұлтан, Алматы қалалары және Ақмола, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қызылорда, Павлодар облыстары бар. Сары аймақта Алматы, Атырау, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан және Маңғыстау өңірлері болса, жасыл аймақта Түркістан, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстары тұр. Айта кетейік, Жамбыл облысы коронавирустың таралу көрсеткіші бойынша алғаш рет қызыл аймаққа еніп отыр. Ал Шымкент қаласы бұған дейін 2 рет қызыл аймаққа кіріп, кейін сары аймаққа ауысқан еді. Сондай-ақ өткен тәулікте елімізде COVID-19 инфекциясын жұқтырған 2496 адам тіркеліп, 1758 науқас індеттен жазылып шыққан болатын. Жалпы қазір елімізде 44374 адам коронавирустан емделуде. Олардың ішінде 15476 пациент стационарда, 28898 науқас амбулаториялық деңгейде ем қабылдауда. 762 адамның жағдайы ауыр, 197 пациенттің жағдайы өте ауыр деп бағалануда. Ал 122 науқас өкпені жасанды желдету аппаратында жатыр.